Қанабек Байсейітов атындағы музыкалық саз колледжінің бірінші курс студенті Ыдырыс Қуаныш. Болашақ. Қазақстан Республикасы президентінің білім беру санат жетілдіру мақсатында құрылған халықаралық стипендиялық бағдарлама. Тарихына үңілетін болсақ, 1993 жылы 5 қарашада Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қаулысымен Болашақ халықаралық стипендиясы тағайындалды. Бұл бастамада дарынды жастарға келешекте өздерінің жинаған тәжірибелерін мемлекет игілігіне пайдалану үшін шетелде сапалы білім алуға көмектесетін идеясына негізделген. 1994 жылы бір топ қазақстандық студент тұңғыш рет шетелдік жоғарғы оқу орындарына жіберілді. 1994 жылдан бастап 2004 жылдың ішінде Болашақ бағдарламасы аясында барлығы 185 студент әлемнің 13 елінде білім алды. Стипендия қызметте табысты өсудің, түлектердің кәсіби мамандануының кепілі іспеттес. Бұның дәлелі ретінде бағдарламаның көптеген түлектері мемлекеттік қызметте, мемлекеттік және халықаралық ұйымдарда, акционерлік құрылымдарда жауапты қызмет атқарып, мемлекеттік және халықаралық жобаларға қатысып, еліміздің дамуына өз үлестерін қосуда. Мемлекет басшысының 2005 жылғы халыққа жолдауында айтылған Болашақ халықаралық стипендиясының иегерлерін санын арттыру жөніндегі бастамасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының президентінің Болашақ халықаралық стипендиясына конкурс өткізуді ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасы үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуіріндегі номері 301 қаулысымен халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамы құрылды. Сондай-ақ 2005 жылы шетелде оқуға арналған елдер тізімі өсіп, үміткерлер ақш, Ұлыбритания, Германия, Ресей, Аустралия, Австрия, Венгрия, Дания, Жапония, Израиль, Испания, Италия, Канада, Қытай, Нидерланд, Норвегия, Оңтүстік Корея, Польша, Сингапур, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария сияқты елдер арасынан өзіне ыңғайлысын таңдайтын болды. Қазіргі кезде үміткерлер әлемдегі 32 елдің алдыңғы қатарлы 630 оқу орындарында оқи алады. Бүгінгі таңда стипендияны іске асыруда магистрлік және докторлық бағдарламаларға, сондай-ақ біздің ел үшін анағұрлым қажетті болып табылатын техникалық және медициналық бейіндерге мамандарды дайындауға ерекше көңіл бөледі. Үміткерлер санының өскеніне қарамастан, Болашақ бағдарламасының негізгі қағидаттары бастапқы қалпында қалып отыр. Олар үміткерлерді дайындаудың жоғарғы деңгейі, елімізде және одан тыс жерлерде бағдарламаның ой бейнесін сақтап қалу, конкурстық іріктеуді ашықтық және әділдік қағидаттары бойынша өткізу, стипендия иегерлерін әлемнің үздік университеттеріне жіберу.